Барлығына сәлем достар. Менің мамырдың 31 күні өзімнің осы туып өткен Қостанай облысы Амангелді ауданына келдім. Әжекеміз қыдырып келді. Енді осы жақта тұрып жатырмын. Қазір мен алдында маусымның 1 күні видео түсірген менің ауылым деген. Бірақ ол тәтем соткасында түсірді. Тәтем кетіп қапты. Міне өзім түсіріп жатырмын видеоны. Ал көп сөйлемей қояйықшы. Бүгінгі видео менің туып өскен жерім, туылған жерім. Мен осы қазір көрсетемін. Мен 2004 жылы осы үйде туылдым, осы үйде өстім. Потом 10 жасында көшіп кеттім мен. 10 жыл осы жақта тұрдым да. Сөйттім, ал 3 жыл ана жақта тұрдым. Неден бастаймыз? Мен үйді кіріп, анау-мынау түсірмеймін. Біз қазір қораға барамыз. Бірінші қорадан бұрын мен ағам еше сол. Иректер. Ципа шөп береміз ғой, мынандай шөп жуамыз, ішіне лақтырамыз. Жүгіріңдер. Оу! Достар, мен күлкіме мә беріңіздер. Соңғы кезде осы маусымда сой күлуді бастадым. Достар, бізде бүгін 30 градус ыстық. Мен келіп атымдан айелер. Салқытымды су сияқты. Қазір біз қораға кіреміз. Бұл жерде 4 бұзау бар. Ең кішкентай майда туылған Майка деген мына орғашысы. Қалған үшеуі еркек бұзау. Қорқақ Майка. Мен қазір өзімнің әукесінен сипататын бұзауыма міне жатыр ғой, қара бұзау. Үшеуі еркек. Бұзаудың әукесінен сипайды. Чо? Шөп жеватсыңдар ма, браттар? Олар шөп жеватыр. Қазір біз қораның үстіне мінеміз. Мен басында қораның үстіне ең алғаш келгенде қорқатын. Ең алғаш енді бұл жақта таксимен келдім. Таксиден түскеннен кейін сразу ё-моё. Мен қалай мінем? Бір қолмен міну. Ау, достар, кешіріңіздер. Бұндай менде ерсіз күлкі. Ерсіз күлкі ғой. Қазір мынаны қоя тұрайық. Бетпен түспесін. Оу. Ай, камераны сол қоймап тұр я бізге. Білем қазір. Көрініп тұрмын деп олай. Кетпесін ол планшетім менің. Жерге жата қаламыз. Шөптің үстінде жатқан жағдай сендерді қалайсыз? Каникул қалай өтіп жатыр? Достар, комментарийға жазыңыздар, қаяқта қыдырып жатсыздар. Біреулеріңіз қалада, біреуіңіз ауылда. Мен қалаға кетемін. Қостанайға. Одан кейін Көкшетауға барып жатырмын. Отбасымен ертең Қостанайға әжем екеуміз кететін шығармыз. Мен тура ертең емес енді. Сөз мысалы ғой. Күн ыстық. Жерге резко жата қаламыз. Маған қатты ұнайды жатқан. Қораның үстінде шөпте. Достар, ең кішкене қазір мынаның үстіне мініп қараймыз. Қораның үстіне қарай. Мына орман тұрған жер. Мен оқыған мектеп, мен 2-ші сыныпқа дейін. То есть 3-ші сыныптың ортасында кетіп қалдым. Торғай жаққа, қарай көрші жақ. Бірақ аяқ біздікі көрші жақ емес. Маруға болады, нева кетіп тұрады. Трассы. Сөйт жаңағылар. Көршілер ғана. Үйлеріне кетіп жатыр. Жақсы. Осы үй ғой мен. Анерді сәкі. Не сәкі? Анау алмағаштар ғой. Білмеймін қай жыл екенін. 2000 жылдар ма? Білмеймін, одан да көп. Бірдене менің атам мен әжемнің жас кезінде болған ғой. Мұны үйді сатып алған кезінде менің нағаш атамның үйі ғой. Нағаш атамның әкесі соғысқа қатысқан үшін осы үйді берген.
сондай ал негізінде атам мен әжем басқа ауылда тұрған, басқа үйлер, басқа ойдан сатып жүрген ағам. Сол Алмағаш баяғыдан бар. Бір рет менің кенже деген бөле ағам екеуміз, білмеймін 2000 қай жылдар екенін білмеймін, 2007 ма сондай жылдары Алмағаштан алмалар болып жегенбіз. Ол кезде ағам да менімен қатар болған шығар, 12-де ма, мен бірақ 13-темін ғой. Мен ол кезде кішкентай болдым да, білмеймін 4-темін бе сондай. Соны жегенбіз. Сол огородты да түсіремін потом. Достар, қазір үзіліс. Мен қазір мынадан түсіп алғаннан кейін огородты көрсетемін. Біз қорадан шығып огородқа бара жатырмыз. Огородта бұрын қалың қарбыз, неше түрі алма өсетін, потом қияр, помидор, морковь, капуста, укроп. Қазір шемшке өсіп жатыр, болды. Алма әлі піскен жоқ. Вообще. Так осы алма ағаш бар ғой, 2010-нан бастап алма беруді қойған. Потому что біз қазір бұған су құямыз. Бірақ білмеймін, баяғыда әжем варенье істейтін, қазір ешкім қарамайды ғой. Мен қарап жүрмін, бірақ ана қиға мән бермеймін. Осындай ауылдың душына не жетсін шіркін, достар, иә. Бүгін кешкі 6-ға қарай су ысығанда мен түсіп жатырмын. Бірақ бүгін 30 градус, 30... Ау, темір ыстық. Майо. Ыстық шен, о темір. Сол. Міну қиын. Ана біздегі есік алдындағы нет, термометр ма, бірдеңе 30 деп тұр. Бірақ таңертең обедте қарағанда 33 болған, қазір 30 болыпты. Біртілет таңертең 30 болыпты, түсінен 30 болыпты. То есть обедте 33 болған ғой, значит. Міне алманы қараңдаршы. Әп-әдемі өсіп кетір. Осындай дәулері бар. Мына жақта күн түспеген жерлер сарғайып жатыр, алмағаштың. Сарғайып түсіп кетті көбісі. Екен ол жерінде күн түспеген. Міне. Как будто бұл жерде күз сияқты. Мынау біздің Ақтабан. Осының тағы да бір кішкентай кезінде осының тағы да бір нет, короче, інісі сияқты бірдеңе болған ғой, екінші күшік. Бірақ оны ұрып кетті. Екеуі шешесі бір тұғын, анасы, енесі той. Мынау Жигулидің үсті деп маған айтқан. Кеттік Жигулиға отырамыз. Сол, мынау туалет. Достар, осымен болды, вообще қызық жоқ. Видео аяқталды. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Ертең Қостанайға барғанда влог түсіремін. Егер түсіре алсам, каналыма жазылыңыздар. Менің қарындасымның каналы Ахмаржан Ханшайым. Ахмаржан Ханшайым каналына жазылыңыздар. Видеоға лайк басыңыздар, оның видеоларын көріңіздер. Менің қалған видеоларымызды көріңіздер. Және ВКонтакте желісіндегі Битмакс Күсеу деген группаға тіркеліңіздер. Мен әзірше ВКонтакте желісінде ВК-ларын толып жатыр ғой. Кіріп жүрген 4 ВК-м бар ғой. Соның 4-еуін несін берсем, жаман бала дегеннің ғана ссылкасын қойып жүрмін. Содан кейін мен Фейсбугымды, менде 2 Фейсбук бар еді, біреу қазақша Саламат Абылхан, біреу ағылшынша Саламат Абылхан. Қазақшасын ашып алдым, қайтадан көп уақыт кірмеген едім. Ашып алдым, сол 2016 маусымында кіріп не істеп саған, екіншінің ағылшыншасын қаңтар айында кірімде жауып саған екенде. Біреуін ашып алдым, Фейсбук Саламат Абылханов, қазақша жазылған, қазақша шрифтпен. Достар, видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Комментарийға қай жақта қыдырып жүргендеріңізді жазыңыздар. Сосын бірінші қала ма, ауыл ма, соның атын жазыңыздар. Сосын ауыл болса атын жазыңыздар, облыс жазыңыздар. Сосын нет, қала болса қаланы жазыңыздар, сосын елді жазыңыздар. Шетелде қыдырып жүргендер болса. Видео аяқталды. Мен сіздерді жақсы көремін.